Бұл пряникті бала-шағаның барлығы сүйіп жейтіні анық, және де аналарымыз базарға барған кезде міндетті түрде осындай пряникті сатып алып келетін, себебі барлығымыз таласып жейтінбіз. Енді осы пряниктерді менің рецептім бойынша қолдан жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ішінде құрамында не қосылған екенін біліп, балдарыңызға қорықпай бере бересіздер. Алдымен таза ыдысымызға шекерді салып, үстіне кішкене ғана шым-шым тұз саламыз. Тұз бізге кішкене дәмін кіргізу үшін қажет. Кейіннен үстіне қайнап тұрған сүтті құятын боламыз. Кішкене венчикпен араластырып жібереміз, шекері ерігенше. Сәл араластырып жібергеннен кейін арнайы ұнымызды еліктен өткізіп дайындап аламыз. Бірінші сол ұнның 4 қасығын салып, жаңағы ыстық мястамызды араластырып қойып, суығанша бір шетке алып қоятын боламыз. Енді ұнымыздың қалғанына разрыхлитель қосамыз. Кәдімгі мен барлық заттың мөлшерін описанияға қалдырамын. Дәл сол мөлшер бойынша жасасаңыздар мінсіз болып шығады. 2 жұмыртқаны аламыз. 1 жұмыртқаны толығымен, 1 жұмыртқаны тек сарысын ғана тестаға қосатын боламыз. Ағын бетіне помадка жасауға алып қоятын боламыз. Кішкене араластырып жібереміз, үстіне сұйық май құятын боламыз. Сұйық майдың да мөлшерін описанияға қалдырамын, сондықтан міндетті түрде қарап алыңыз. Енді ұнды салып теста жасайтын боламыз. Ұнның барлығын бірден жағып жіберуге болмайды. Бірінші аз ғана салып, араластырып жіберіп, одан кейін тағы да аз ғана салып, әдемілеп қолмен қамыр илейтін боламыз. Қыздар, менің арнамда бұдан да бөлек өте керемет, оңай жасалынатын рецептер бар. Сондықтан міндетті түрде үйде қолдан бала-шағаңызға тәтті нәрселер пісіріп бергіңіз келсе, міндетті түрде менің арнама жазылып алыңыздар. Колокольчикті басып қойсаңыз, мен шығарған видео бірінші сізге SMS ретінде барады. Сол кезде видеоны бірінші болып сіздер көресіздер. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр сәл қолға жабысатын болады. Одан қорықпаймыз, кішкене ұндап жаятын боламыз. Міне қамырды көбірек илеу беріңіздер, қолыңыздарыңызда ешқандай қатты емес, бірақ сәл ғана жабысатын қамыр болған кезде бөлек алып жаятын боламыз, қыздар. Ешқандай тындырмаймыз, демалдырмаймыз. Бұл рецептің бір жақсы 20 минутта, бар жоқ 20 минуттың ішінде дайындап қоясыздар. Тағы бір 15 минут піседі. Сонымен жарты сағатта сіздің керемет пряниктеріңіз дайын болады. Қамырды қатты жұқа емес, қатты қалың қылып емес, осы видеода да көрсетілгендей етіп жайыңыздар. Өздеріңіз мөлшерлесеңіздер болады. Бұл разрыхлитель қосылғаннан кейін піскен кезде тағы да кішкене ісетін болады, қыздар. Өздеріңізде қалаған осылай домалақ немесе сопақ формамен кесіп алсаңыздар болады. Барлығын біркелкі етіп кесіп аламыз. Кейіннен табамызға пергамент қағазын төсейміз. Міндетті түрде негізі қатты төсемесеңіз де болады. Пергамент қағазы біркелкі болып тұру үшін дәл осылай мұжып алсаңыздар, табаға әдемі болып біркелкі болып төселеді. Және де үстіне жаңағы пряниктеріміздің барлығын орналастырып шығамыз. Қатты жабыстырмаймыз, өйткені іскен кезде бір-біріне қатты жабысып қалуы мүмкін. Барлығын орналастырып болғаннан кейін қызып тұрған табада 180 градуста 15-20 минут пісіріп аласыздар, болды, қыздар. Егер де менің рецептіммен жасап жатқан болсаңыздар, қыздар, міндетті түрде комментарияға отзыв қалдыруларыңызды сұраймын. Дәл осылай піскеннен кейін кішкене суығанын күтеміз. Ол суимын дегенше арнайы помадка дайындаймыз. Помадканы дайындау үшін жаңағы жұмыртқаның ағын ыдысымызға міндетті түрде құрғақ ыдысқа салып алатын боламыз. Осыны жақсылап миксерлейміз. Бірінші жай жылдамдықта, кейіннен үлкейтіп, аппақ көпіршік болғанша жақсылап миксерлейтін боламыз. Бұл аппақ көпіршік болғаннан кейін үстіне сахарный пудра салатын боламыз. Міндетті түрде сахарный пудра болуы шарт емес. Егер де шекер болатын болса, барынша майда шекер болса қолдансаңыздар да болады. Екеуін қосып жақсылап осындай сұйықтау масса болғанға дейін араластырып алатын боламыз. Мен мөлшерін описанияға қалдырамын міндетті түрде. Енді дайын болған помадкамызге суып тұрған пряниктерімізді, печеньелерімізді дәл осылай жағып шығамыз да кептіруге қойып қоятын боламыз, қыздар. Дәл осылай жасасаңыздар, сіздердің помадкаларыңыз ешқандай ағып кетпейді, ішіне сіңіп кетпейді. Дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Холодильникте немесе әшейін комнатада кептіре берсеңіздер болады. Осындай біздің пряниктеріміз дайын. Менің арнама жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылып, осы видеоға лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.